Сәлем баршаңызға. Өздеріңіз білетіндей мен маффиндарды өте қатты жақсы көремін. Сіздерге бүгін тағы да ванильді маффиннің рецептісімен бөліскелі отырмын. Құрамы қарапайым, дайындалуы тез әрі идеальны шығатын рецепт. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алдағы жаңа рецепттерді алғашқылардың қатарынан білетін боласыз. Жұмсақ үй температурасындағы сары майға қантты қосып, кондитерлік лопатаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сосын миксердің көмегімен бір келкі болғанша араластыра береміз. Қантымыз еріп, массамыз кішкене ағаруы қажет. Сосын үстіне жұмыртқаны біртіндеп саламыз. Яғни бірінші бір жұмыртқаны жарып салып араластырып аламыз, сосын екінші жұмыртқаны салып араластырамыз. Ұнға бір пакет қамыр қопсытқышымызды салып, араластырып, сосын ұнды бірнеше бөлікке бөліп үстіне салатын боламыз. Ешқандай іртіксіз, түйіршіксіз бір келкі масса болуы қажет. Сосын үстіне сүтімізді құйып, тағы да бір келкі масса шыққанша миксердің көмегімен араластырамыз. Тағы айтып өтетін жайт, қант қосқан кезінде ванильді бірге қосып жібереміз, видеоға түспей қалыпты. Бір келкі өте әдемі болып шығу үшін мен әр формаға 45 граммнан құйып шығамын. Яғни көлемдері бірдей болып пісетін болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Пештің конвекциясын қоспай пісірсеңіз, үстінде төмпешіктер болмайды, беті түп-түзу болып әдемі болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндыз.